Балалар мен жасөспірімдердің туризм және өлкетану орталығы. Менің отаным, менің бастамам шығармашылық жобалардың аудандық байқауы, жақсылық керуені номинациясы, тақырыбы жақсылық жан шуағы. Орындаған тау туризм үйірмесінің білім алушысы Оңғарбай Арман Қожамұратқызы. Жобаның мақсаты мектеп оқушыларының бойында үлкенге құрметті арттыруға, патриоттық сана сезімді қалыптастыруға, құндылықтарымызды дәріптейтін ұрпақтар сабақтастығын жалғастыруға, қамқорлық жасауға, риясыз мейірімді болуға үйрету. Практикалық маңыздылығы оқушылар имандылық пен қайырымдылықты сөзбен емес, жан жылуына толы әртүрлі тәрбиелік шараларда іспен дәлелдеу. Жобаның міндеттері жас жеткіншектерді табиғатты аялауға, мейірімді және қайырымды болуға тәрбиелеу, құндылықтарды адамзат бойына кең ауқымды сіңіре отырып, қарттық шақтың қамқорлықтың қажет ететінін түсіндіру, оқушылардың бойына әлсіз топтағы адамдарды сыйлап, құрметтеуге, жақсылық жасауға, әрдайым дайын болуға, іскерліктерін дамытуға. Біздегі өзектілік үйірмедегі еріктілер тобымен жыл сайын қарттар күніне орай еңбек ардагерлерін мерекелерімен құттықтап, ақбаталарын алу. Екіншіден, мектеп оқушыларына табиғатты аялау акцияларын ұйымдастыру, мектеп айналасын және де табиғатты таза ұстауға шақыру. Үшіншіден, үйден оқитын оқушыларға барып, олардың қал-жағдайын сұрасып, олардың көңіл-күйін көтеріп, жақсы сөз сөйлеп, мейірімге бөлеу. Жақсылық жан шуағы демекші бізде үлкенге құрмет, кішіге ізет, жақсылық жаса, қамқорлық жаса әлсіз топтарға, мейірімді бол, ерекше балаларды мейірімге бөлеу. Жақсылық жасауды алдымен табиғатты қорғаудан бастадық. Бізде қоқыс ғасыр дерті демекші оқушыларға табиғатты қорғау акциясын өткіздік. Табиғатты аяла атты акцияны өткізген кездегі бұл біздің суреттеріміз. Қарты бар үйдің қазынасы бар демекші, қарттар күні қарсаңында соғыс кезінде тылда жұмыс істеген Назиха апамызды мерекесімен құттықтап, батасын алып, көңілін аулап, әңгімесін тыңдап қайтқан едік. Енді осы туралы видеоны көрейік. Аға әжем ақыл беріп үйреткен, аспақ әжем, пәк әжем мейіріммен тербеткен. Аман болсын басыңыз, ағармасын шашыңыз, шөбере сүйіп, әлі де 100-ге жетсін жасыңыз. Жақсылық жаса досыңа, бірге ойнаған жасыңнан, қиналған кезде әрқашан, табылсан болды қасынан. Болғың келсе жасадам, жақсылық жаса әрқашан. Дей келе, біз үйден оқитын құрбымыз Қалқаш қазынаны алдымызда келе жатқан халықаралық әйелдер күнімен құттықтап қайтқан болатынбыз. Нәтижесінде оқушылар жарысқа көмек көрсетіп, түрлі іс-шаралар өткізіп, үлкен адамдардан бата алып, құрметке, ризашылыққа бөленді. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дей келе, ел болашағы жастар қайырымды іс-шара өткізуді қолға алуда келген үлкен нәтижеге жетіп келе жатыр. Қорытынды. Жақсылық әлемге мейірімін шашып, жылуына бөлейтін үлкен қасиет. Жақсылық игілік атаулының түп бастау болғандықтан, ол қашанда әлемге жылу сыйлайды. Бойындағы жамандықты, арам ойды еңсеріп, жақсылыққа жеңдірудің өзі оңай іс емес. Әр адамның бойында өзіне деген махаббаттан, әлемге, адамзатқа деген махаббат жоғары тұрса, оның адамгершілігі болмақ. Ал адамгершілігі бар жан тек жақсылыққа құмар болады. Назарларыңызға рахмет.